Адам организміндегі қан айналымы бұзылса, жүрек қан тамырлары тартылып, жіңіш келгенде қаны қоюланса, қысымы көтеріледі. Жоғары қан қысымы ең көп тараған сырқаттардың бірі. Статистика бойынша, елімізде әрбір 10-шы адам осы аурумен ауырады екен. Қан қысымының көтерілуіне мынандай жағдайлар әсер етеді. Тұрмыстағы кикілжіңдер, ұрыс-керіс, шылым шегу, әлеуметтік жағдай, артық салмақ және арақ-шарап ішу, жүйкенің сыр беруі, жоғары қан қысымына арналған тағам түрлері. Қызылшада азот оксиді көп болғандықтан, қан тамырларын ашуға және қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Қызылшаны балғын күйінде сарымсақ қосылған салат түрінде жасап немесе шырынын ішсеңіз де болады. Қазіргі уақытқа дейін көптеген ғалымдардың айтуынша, сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер бар. Сарымсақ перифериялық қан тамырлардың бітелу мен ластануының алдын алып, және ми ісігінің де алдын алады. Иммунитетті нығайтады, организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды, қан қысымын төмендетеді. Арнайы зерттеулер ақш пен Швеция ғалымдары сарымсақтың молекулалық тұрғыда адам денсаулығына қаншалықты әсер ететінін зерттеген. Нәтижесінде сарымсақтың әсерінен қан тамырлардың кеңейіп, ашылатыны байқалды. Жүргізілген зерттеулер қара шоколадты жеу жүрек қан тамыр ауруларының қаупін төмендететінін анықтады. Қара шоколадтың құрамында 60%-дан астам қатты какао бар. Қара шоколадтың құрамында 60%-дан астам какао бар, және кәдімгі шоколадтарға қарағанда қанты аз болып келеді. Келесі қан қысымын төмендетуге көмектесетін жеміс түрі анар. Анар шырын түрінде де, шикілей де жеуге болатын пайдалы жеміс. Бір зерттеулерде 4 апта бойы күніне 1 рет 1 кесе анар шырынын ішу қысқа уақытта қан қысымын төмендетуге көмектеседі деген қорытындыға келген. Жүзім жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтып қана қоймай, қан құрамында жақсартады. Қандағы холестерин деңгейін төмендетіп, қан қысымын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ең бастысы балғын, жаңа піскен жүзімдерді жеу. Бүлінген немесе көп тұрып қалған жүзімдерді пайдаланбау. Олардың зияны әлде қайда көп.